Күн сайын таңертең дәл бір уақытта автобус аялдамасына қарай асыққан бір жігіт бар еді. Қолында ескі сөмкесі, жүзінде өмірдің шаршауы, бірақ көзінде бір жарық бар, үміттің әлсіз ұшқыны сияқты. Ол аялдамаға барар жолда әрқашан бір гүл дүкенінің жанынан өтетін, әр жолы терезеден бір қызды көретін. Қарапайым, бірақ бір ерекше жылулық бар жүзінде. Әр гүлге, әр тұтынушыға күлімде сөйлейтін. Тіпті ауа оның күлімсірегеніне риза секілді жұмсарып кететін. Жігіт те сол сәтте өзгеше күйген еді. Біртүрлі тыныштық, біртүрлі жеңілдік. Бірақ ешқашан сөйлеуге батылы жетпейтін. Бүгін емес, ертең барам, ертең бір шоқ гүл сатып алам да соған берем деп ішінен тынатын. Солай айлар өтеді. Жігіт күн сайын сол терезеден бір қызды көру үшін ғана ертерек шығатын жұмысынан. Ол үшін бұл кішкентай сәт өмірінің ең жылы бөлігіне айналды. Бірақ бір күні жұмыста бәрі өзгерді. Басшысы көп тапсырма беріп, кешке дейін жұмыста қалуға тура келді. Сағат 8 болғанда ғана бірақ босады. Қазір барам, гүл сатып алам да ертең оған беру үшін дайындап қоям дейді ішінен. Дүкенге жүгіріп барады. Бірақ терезе қараңғы, шамдар сөнген, есік жабық. Біртүрлі мұң басты жүрегі. Ертең бәрібір көрем ғой, асықпа деп жұбатты өзін. Ертеңгісін ертерек шықты. Бірақ сол қыз жоқ еді. Оның орнында басқа сатушы отыр. Бұрынғы күлкі, бұрынғы жылулық жоқ. Ана қыз қайда, деді ол абайлап. Сатушы жай ғана жауап берді. Ол кеше соңғы күні жұмысқа кетті. Жұмыс істеді, ауылына кетіп қалды, деді. Жігіт үнсіз қалды. Көзі бір сәт гүл шоқтарына, түрлі түсті гүлдер, бірақ бәрі солып қалғандай көрінді. Сол күні алғаш рет түсінді. Өмірде кейде бір ертең кеш болуы мүмкін. Кейде бір сөзді бүгін айтпасаң, ертең оны еш мәні қалмайды. Кейде бір күлкі, бір көзқарас енді қайталанбайды. Сол күннен бастап ол еш нәрсені кейінге қалдырмауға тырысты. Айтқысы келген барлығын айтты. Көргісі келген адамды көрді. Жай ғана ертең деген сөзден қорқа бастады. Өйткені өмір тек қана бүгін бар. Ал кейбір гүлдер бір күн кешіксең солып қалады.